Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 9-шы сабақ «Мен шырын ішемін» тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 9-й урок «Я пью сок». Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь, выучи. Шырын, сок, тәтті, сладкий, ішу, пить, алма, яблоко, анар, гранат. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Мен тәтті шырын ішемін. Шырын тәтті. Бұл алма шырыны. Бұл анар шырыны. Тыңда, қайтала оқы. Послушай, повтори, прочитай. Бұл шырын. Это сок. Бұл алма шырыны. Это яблочный сок. Бұл анар шырыны. Это гранатовый сок. Бұл апельсин шырыны. Это апельсиновый сок. Алма, анар. Мәтінді тыңда. Прочитай вместе с переводом. Бұл алма шырыны. Это яблочный сок. Шырын тәтті. Сок сладкий. Бұл анар шырыны. Шырын тәтті емес. Это гранатовый сок. Он не сладкий. Біз үзілісте асханаға барамыз. Мы на перемене идем в столовую. Асханадан шырын ішеміз. В столовой пьем сок. Маған алма шырыны ұнайды. Мне нравится яблочный сок. Алма шырыны тәтті. Яблочный сок сладкий. Анар шырыны тәтті емес. Гранатовый сок не сладкий. Бірінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы. Бұл алма шырыны ма? Это яблочный сок? Я, бұл алма шырыны. Апельсин шырыны тәтті ме? Апельсиновый сок сладкий? Жоқ, апельсин шырыны тәтті емес. Анар шырыны тәтті ме? Жоқ, анар шырыны тәтті емес. Екінші тапсырма. Суреттерді сәйкестендір. Соедини картинки и назови. Үшінші тапсырма. Әріптерден сөздер құрастырып жаз. В этом задании вы из букв должны составить слова. Төртінші тапсырма. Сурет бойынша диаграмманы толтыр. Дополни диаграмму по картинке. Бұл шырын. Надо ответить на вопрос «Бұл не?». Что это? Бұл апельсин шырыны. Бұл анар шырыны. Бұл банан. Бұл лимон. Бұл жеміс. Есте сақта. Запомни, прочитай. Мен тәтті шырын ішемін. Мен анар шырынын ішемін. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.